Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін түскі асқа жусай қосып өте дәмді тамақ істегім келді. Алдымен даладан жусайды жұлып әкеліп, одан кейін ыдысқа үстіне тұзын қосып, салқын суға жарты сағаттай салып қойдым. Енді 2 жұмыртқаға ұнның басын біріктіріп, орташа тығыздықта қамыр елеп, қамырымызды пакетке салып 20 минутқа тындырып қойдым. Жусайды тағы да салқын суға 2-3 қайтара жуып, дайын болғаннан кейін ұсақтап турап ыдысқа салып, қасына менде мұздатқышта пісіп тұрған қойдың құйрық майы бар еді, құйрық майды қосып, татымына қарай қара бұрышы мен тұзын қосып, араластырып, салмасын дайындап алдым. Осы кезде нанымыз дайын тұр, нанымызды жайып, осындай дөңгелек формаға келтіріп, арасына салмасын салып, жан-жағын шаншқымен осылай бүріп алдым, ашылып кетпейтіндей етіп. Осы кезде қазанымызда суымыз қайнап жатыр, кішкене тұз қосып, енді сарқылдап қайнап жатқан суға міне осындай өте әдемі формадағы вареникті салып, бір 10-15 минуттай араластырып тұрсаңыз, одан кейін ыдысқа түсіріп алып, майонез қосып жесеңіз өте керемет болады.